Сәлем достар, бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз квадрат теңдеудің түбірлерінің формуласы. Алдымен квадрат теңдеудің жалпы түрдегі формуласын жазайық. ax квадрат қосылған bx қосылған с тең 0. Осы квадрат теңдеуден біз толық квадратты бөліп алайық. Ол үшін не істейміз? Толық квадрат дегеніміз қысқаша көбейту формуласын еске түсірсек, ол формула бізде басқа әріптермен белгілейік. Мысалы, p қосылған q-дің квадраты болсын. Сонда бұл формула бізде p квадрат қосылған 2pq екі еселенген бірінші және екінші мүшесінің көбейтіндісі және қосылған үшінші мүшесінің квадраты. Екінші мүшесінің квадраты. Яғни берілген квадрат теңдеуден осыны толық квадратты бөліп алуымыз қажет. Алдымен формуламыз жазайық. ax квадрат қосылған bx плюс с. Алғашқы ax квадрат плюс bx-тан екеуінен аны жақсан сыртына ортақ көбейткіш ретінде шығарамыз. Сонда бізде қалады x квадрат қосылған екінші өрнекте b бөлінген ax және қосылған с бар. Енді бұл жерде x квадрат, бұл жердегі p-ның p квадраттың мәні. Бұл жерде бізде екі еселенген мән жоқ. Сондықтан осы жердегі b бөлінген a-ның алдына 2-ні көбейтіп және бөліміне бөліп жіберсем, теңдік тепе-теңдік сақталады. Яғни 2 мен 2-ні қайттан қысқартсақ, b бөлінген a-ның өзі қалады. Сонда бізде a x квадрат қосылған 2 көбейтілген екінші мүшеміз b бөлінген 2a болады. Сонда біз осы екі еселенгеннен біз q-дің мәнін көріп тұрмыз. q-дің мәні b бөлінген 2a-ға тең. Енді осыған b бөлінген 2a-ның квадратын қосып азайтамыз. Сонда бізде b квадрат 4a-ның квадраты. Алынған b квадрат 4a квадрат. Яғни квадрат толық квадратқа келтіру үшін үшінші мүшесін қосып азайттық. Енді осы жерден толық квадрат атасақ. Толық квадратта бізде p және q-дің квадраты. Бұл жерде p квадрат дегеніміз x квадрат. Екі еселенген p-мыз бізде x, q-дің мәні b бөлінген 2a. Ал қосылған q-дің квадраты b квадрат бөлінген 4a квадрат. Яғни осы жерде бізде алғашқы үш мүшесі толық квадратты береді. Сонда бізде a x қосылған b бөлінген 2a-ның квадраты. Енді осы жерде жақшаның ішінде минус b квадрат бөлінген 4a квадратты жақшаның сыртына шығарамыз. Бірақ оның жақшаның алдындағы a-ға көбейтіп есептесек, минус b квадрат бөлінген 4a қалады. Және қосылған с. Осы тең болады 0-ге. Енді ары қарай a көбейтілген жақшаның ішінде x қосылған b бөлінген 2a-ның квадраты тең болады. Ал қалған a, b, a, c олар бізде тұрақты сан болғандықтан, оларды теңдіктің оң жағына қарама-қарсы таңбамен шығарамыз. b квадрат 4a алынған с. Енді теңдіктің сол жағын ортақ бөлімге береміз және оң жақтағы a-ны бөліп жібереміз. Сонда бізде қалады x қосылған b бөлінген 2a-ның квадраты тең болады. Ортақ бөлім беретін болсақ, бөлімінде 4a және мына a-ны бөлетін болсақ 4a-ның квадраты. Алымында b квадрат минус 4ac ғана болады. Сонда осы жердегі b квадрат минус 4ac, b, ac тұрақтылар болғандықтан, оны біз d әріпімен белгілейміз. Яғни d бізде дискриминант деп аталады. Ол бізде b квадрат минус 4ac-ға тең. Енді d-ны апарып қоятын болсақ, бізде жаңа теңдеуіміз x қосылған b бөлінген 2a квадраты тең d бөлінген 4a-ның квадратына. Енді осы жерден x-ті табатын болсақ, x қосылған b бөлінген 2a тең болады плюс-минус
түбір астында d бөлінген 4aның квадратына. Яғни осы теңдеудің түбірі бар болатындығы, жоқ болатындағы дискриминантқа байланысты. Яғни дискриминанттың мәні үлкен болуы мүмкін 0-ден, дискриминанттың мәні 0-ге тең болуы мүмкін, дискриминант 0-ден кіші болуы мүмкін. Сонда, егерде біз x-тің мәнін табатын болсақ, бұл жерде бізде x тең плюс-минус дискриминант бөлінген 4a квадраттан 2a шығады. Және азайтамыз b бөлінген 2a-ны. Ортақ бөлімге табатын болсақ, түбірімізде саны 2, x1, x2. Олай болса, x1 мен x2-ні жазатын болсақ, бөлімдері бірдей. Бөлімінде 2a, алымына минус b, плюс-минус түбір асты d деп жазсақ, берілген квадрат теңдеудің түбірі болып табылады. Егер d-ның мәні 0-ден үлкен болған жағдайда, d-ның мәні 0-ден үлкен болса, теңдеудің 2 түбірі бар. Ал d-ның мәні 0-ге тең болған жағдайда, онда теңдеудің бір ғана түбірі бар. Бірінші және екінші түбірлері бір-біріне тең болады да, ол тек минус b бөлінген 2a-ға тең. Ал дискриминанттың мәні 0-ден кіші болған жағдайда, бұл теңдеудің, яғни түбір астынан теріс сан шықпағандықтан, бұндай теңдеудің түбірі табылмайтын болады. Біз сіздермен қарастырдық квадрат теңдеудің түбірлерінің формуласын. Соның ішінде толық квадрат теңдеуді бөліп алып, дискриминантқа келтірдік. Дискриминанттың мәніне қарай теңдеудің 2 түбірі болуы мүмкін, түбірлері екеуі де бір мәнге тең болуы мүмкін, немесе оны еселі түбір деп атайды, немесе дискриминанттың мәні 0-ден кіші болған кезде түбірі табылмайтын болуы мүмкін. Келесі сабақта осы тақырыпқа есептер шығаратын боламыз. Ал әзірше сау болыңдар.